Құрметті Түркістан қаласының тұрғындары, азаматтардың жолдағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Түркістан қаласында велосипед жүргізушілері үшін 26 шақырымнан асатын арнайы веложол салынды. Соған қарамастан 2020 жылдың небәрі 8 айында велосипед жүргізушілерінің қатысуымен 5 жол көлік оқиғасы тіркеліп, азаматтар әртүрлі дене жарақаттарын алған. Мамандар мұны велосипед жүргізушілерінің арнайы салынған веложолды тиімді пайдаланбайтынымен байланыстырады. Велосипед немесе мопед, электрлі самокаттар қаупі өте жоғары құралдардың қатарына жатады. Оның негізгі себебі жол бойында өзге көлік жүргізушілері велосипедшілерді байқамай қалуы әбден мүмкін. Сондықтан велосипед жүргізушілерінің қала көшелерінде арнайы салынған веложолда жол жүру ережесіне сай пайдаланып жүруге шақырамыз. Егерде жаяу жүргіншілер жол жүрісі қағидаларын бұзған жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 615 бабы 1 бөлігімен әкімшілік жауапкершілікке тартылатындығын ескертеміз. Өз өмірің өз қолында, сақ бол.